Сәлем достар, бұл кубик-рубик құрастырудың төртінші бөлімі, бейнебаянның төртінші бөлімі. Бұл бөлімде біз үстіңгі кубик-рубиктің үстіңгі қалпағын құрастыратын боламыз. Мысалы, осы секілді үстіңгі сары қалпағын құрастыратын боламыз. Алдыңғы бөлімде біз крест құрастырған болатымыз. Сол крест құрастырғаннан кейін бізде 5 түрлі жағдай кездесуі мүмкін. Сол жағдайларды бүгін қарастырамыз да, оны осындай қалыпқа келтіреміз. Ол жағдайлар 5 түрлі жағдай осындай. Бірінші жағдай, кубиктің 3/2 бөлігі үстінде сары бөлік құрастырылған және жиналған екі сары элементтер екі шет жаққа қарап тұрады. Келесі бұл құлақтар дейді, мынау көздер. Екі сары элемент бізге қарап тұрады. Көз секілді бұл бір блок, екінші блок бізде осындай екеуі көз секілді, екеуі міне құлақ секілді екі шет жаққа қарап тұрады. Үстінде крест, вертолет дейді бұндайды. Келесі бізде екі көз, екеуі екі шет жаққа қарап тұрған. Осындай соңғысы, осындай 8 нөміріне ұқсас бейне пайда болған. Ал бірін басынан бастап шығайық. Енді, егер де сізде осындай жағдай кездессе, крестті құрастырғаннан кейін осындай көздер шығатын болсақ, мынандай форманы қолданамыз. Алтын балық формуласын. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай алтын балық тәріздес бізде бейне пайда болды. Жаңа оң жақта шығарған формула ол R, U, R', U, R, U2 и R'. Ал осында сары балық пайда болды. Көздерден кейін енді арға жалғастыру үшін сары балықты тек сол жақта қолданамыз. Ол зеркальный, дәл сол секілді. Неге көріп тұрғандарыңыздай біз үстіңгі сары түсін құрастырдық. Келесі жағдайда бізде осындай құлақтар болған кезде қалай шығарамыз? Міне біреуі бізге қарап тұрады. Осындай жаңағы алтын балық формасын қолданамыз. Енді сол жаққа келді алтын балық. Құрастырылды. Келесі жағдайда бізде көздер ол екі жаққа қарап тұрады. Екі көз бір-біріне қарап. Қайтадан классикалық алтын балық формасын аламыз. Міне келесі жағдайда екі көз, екі құлақ. Бұл жағдайда біз екі көз сол жаққа қарап тұрады, бір құлақ бізге қарап тұрады. Қолданамыз форма. Қайтадан классикалық алтын балық формуласы. Ал бұл жағдайда біз 8 нөміріне ұқсас осындай бейнеде сары элемент бізге қарап тұру керек. Сол жағында дәл осылай. Енді алтын балық формуласын қолданамыз. Сол жақ. Мінекей осымен біздің бүгінгі сабағымыз тәмам. Көргендеріңізге көп рахмет.